Сәлем баршаңызға достар, бүгін сіздерге мерекелік дастарханға арналған өте әдемі әрі жасалу жолы өте оңай салаттың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, арнаға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең әуелі піскен картопты үккіштің майда көзімен барлығын алдын ала өткізіп дайындап аламыз. Және де кез келген өзіңізге ыңғайлы ыдысты алып, ең астыңғы бөлігіне картопты бір келкі бір тегіс етіп жайғастырып шығыңыздар. Мен де осындай ұзынша етілген тарелкаға жайғастырдым. Картопты жақсылап жайғастырып болған соң үстіне майонезімізді жағып, тағы да тегістеп шығамыз. Бізде барлығын кезек-кезек салатын боламыз. Мен картопты және де жұмыртқаны, тауық етін алдын ала тұзды суға пісіріп алдым. Сол себепті арасына тұз салған жоқпын. Және де екінші қабатта бізде тауықтың еті. Оны да өте майда етіп турап алыңыздар ұсақтап. Сонда тарелкада өте әдемі әрі ыңғайлы болып салынады. Екінші қабатымызға тауықтың етін жайғастырамыз, және де үстінен тағы да майонезімізді жағып шығамыз. Барлығын кезек-кезек дәл солай орналастырып шығамыз. Бізде үшінші қабат тұздалған қияр. Тұздалған қиярды да өте майда етіп, кубиктап турап алдым. Әрі болса кішкене ыңғайсыздау болады, сол себепті өте майда етіп турауға тырысыңыздар. Бұны да майдалап турап, үшінші қабатымызға орналастырып шығамыз. Бұл салат сіздерге ұнайтынына сенімдімін, өйткені менің отбасыма өте қатты ұнады. Қонақтарға да ұнары сөзсіз, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қиярды орналастырған соң тағы да майонезімізді жағып, төртінші бөлікте піскен тауық жұмыртқасын, оны да өте майда етіп, үккіштің ұсақ көзімен өткізіп алыңыздар. Сарысында ағын барлығын біріктіріп өткізе беруге болады. Барлығын өткізіп, оны да орналастырып шығамыз. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналымның дамуына үлес қосып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Жұмыртқаны орналастырған соң тағы да майонез жағамыз. Ең соңғы бөлігінде бізде ірімшікті қолданатын боламыз, яғни сырды өте үккіштің майда көзімен өткізіңіздер, сонда салаттың бетінде өте нәзік болып көрінеді. Мен майда үккіштің көзімен өткіздім, көрсеңіздер өте нәзік, нежный салат болып көрінеді. Сол себепті майда көзімен өткізіп, ең соңғы бөлігіне бетіне әдемілеп жайғастырып шығатын боламыз. Менің ыдысым балықтың ыдысы болғандықтан кішкене салатты балық тәріздес етіп өзімнің фантазиямды қосқым келді. Үстіне әркім өз қалауы бойынша жаңғақ немесе аскөктермен сәндесеңіздер болады. Мен анарды қолданып балыққа ұқсатқым келді. Дәл осылай өздеріңіздің фантазияларыңызға қарап сәндесеңіздер болады. Менің каналымда көптеген салаттардың рецептісі бар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, видеолардың барлығын қарасаңыздар болады. Ұнап жатса лайк басуды ұмытпаңыздар.